Ит қорлық. Жәмила бүгін күндегісінен ерте тұрды. Көктемнің балбыраған бозғылт таңы шығыстан алқызыл шапақтар шашып, әлемге жар салғандай рауанданып атып келеді. Табиғат ғажап, бір тылсым тыныштыққа бөленгендей. Ежелгі ауыл адамдарының жыл 12 ай толас таппайтын мазасыз тіршілігі бүгін біреу су сепкендей тынып қалған. Бәлкім тым ерте тұрған шығар. Жәмила өзінің мұнша неге асығыс қимыл жасағанын жаңа түсінді. Енді бір шама уақыттан соң қой төлдеу науқаны басталады. Көзін тырнап ашқаннан бері колхоздың маусымдық жұмыстарына белсене араласып келеді. Ойлап қараса, соның да бір жылы бейнетсіз өтпеген. Бастан кешкен не бір қиыншылықтарды жеңе жүріп, басына жаманат атақ тартып көрмеп еді. Еңбексіз күн қараң екенінде әлдеқашан түсінген. Күйеуі осыдан біраз жыл бұрын ұзақ аурудан айыға алмай дүние салды. Мәңгілікке көз жұмар алдында Жәмиланы қасына шақырып алып, «Ал Жәмилаш, мені өзің көріп те біліп те отырсың. Менің төрімнен көрім жақын. Айтайын деген ақтық арыз арманымды ден қойып тыңда. Алда жалда бірдеңе боп кетсем, үлгере алмай қалам ба деп қауіп жүрегімді аяздай қарыған соң тіптен шыдай алмадым. Мұндайда бойға біткен әуместер қайраттың да пайдасы шамалы екен. Саған да оңай әсер етіп отырмаған белгілі. Бірақ істейтін амалым қанша. Не де болса, тағдырдың сыйын көре жатармыз. Жасыма, аруаққа айналған адамды ренжіту пендесіздіктің белгісі. Екі қызымды оқытып, адам етіп шығар, шаңырағыма ие болып, менің орнымды жоқтатпай отыратын, дүниеге бір ұл бала әке алмаған өкінішім. Бұл пәниге өкпем көп, арманым да асқар тауда еді. Егер ұлым болса, менің қазір көкірегімді қайғым әлдеқайда жеңілдейтін еді. Сол бала ер жетіп, адам болғанда сен де екі қолыңды жылы суға малып, содан туған немереңді құндақтап отыратын едің. Өткен іске өкінбе дегендей, осының бәрі құр ғана қиял ғой. Сырқатым жаныма батса да әр нәрсені ойлап арам қып жатам. Кейде осындай қиялдан кейін өзімді бір түрлі жеңіл сезініп, төсектен ұшып тұрғым келеді. Көңіл жүйрікпе, көгдөнен жүйрікпе деген осы ғой. Күйеуі осы сөздерді айтып болғанда, көлденең жақтан жөтел киіп кетті. Арс көрсетіп бір шама уақыт өзіне келе алмады. Жәмиланың бағанадан бері көңіл бостап, іштей егіліп отыр еді. Күйеуінің әлгіндей сөзінен кейін еңіреп қоя берді. Сосын күйеуін одан әрмен жылаумен жастып, көңіліне кірбің ұялата бермейін деген ойдан кейін сап тыйылды. Ерінің бет әлпетіне жайлап көз тастады. Жанарлары алыстан жымыңдаған, саңлау отты көз алдына тартып әкелді. Екі бетінің бұрын сыланып жүретін, қызылдағы әлдеқашан өшіп, оның орнына кедір-бұдыр безеулер бет көрсете бастаған. Бұрын қалыңда, мамыражай орманға ұқсап тұратын жылтыр қара шашының да осы қазір сағы сынып, ұйпат-ұйпас шыққан. Маржандай тізілген тістері де күңгірт түске ауысып, өзі жүдеу адамның ұсқынын одан әрі кетіре түскендей. Сылқ-сылқ күліп жүретін күлкіден де ада. Жәмила қанша күш жігерін жасымауға жұмсаса да, ерінің әлгінде келбетін көргенде іштей егіле берді. Күйеуі қой деп те, қойма деп те ештеңе айтпай, қимылсыз жата берген. Бағанағы жөтелден кейін неге екенін кім білсін, айтып жатқан сөздерін де жалғастырмады. Басын құлақ қағыс еттім, соңын өзінде түсіне жатар дегенде еді. Осы кезде ауырып жатқан бөлмеге кішкентай қызы кірді. Әкелік сезім мен бала махаббаты біріне бірі лезде түсінісіп, қызын ақтық рет құшырлана сүйіп, уыз шашынан сүйсіне иіскеді. Оның «Папа, бізді тастап қайда кетпексің? Тез жазылып шықпайсың ба?» деген сөздері ата мен ананың көңілдерін босатып, көздеріне түйір-түйір жас қондырды. Қызы 4 жаста еді. Бірінші қызынан кейін ол болама деп, мойнына бұршақ сап тілеп еді әкесі. Бірақ ерегіскен тағдыр бола қойсын ба? Тағы бір қызды шаңыраққа қосты. Міне, қызы жас болса да бәрін түсінетін сияқты. Әкесінің өңін көріп, бұрынғы келбетінің өзгергенін пайымдап, кейде ол да анасымен бірге көкірегі айырыла күрсінеді. Көп ұзамай әке дүние салды. Отбасы бұрын соңды бастан кешіріп көрмеген ауыр қайғыға оранды. Боздақ кеткен әкені жоқтамаған адам, құрмет етіп келмеген пенде болмады. Ел іші алтын бесік дегендей, бәрі де оның асты-үстіне түсіп, келім кетімдерін өздері реттеп жөнелтіп жатты. Кішкентай қызының жоқтауына елтіп, ауыл аймаққа жыламаған адам қалмады. Енесінен айырылған боздап қалған жетім ботаның даусы қандай болса, қызының даусы да сондай еді. Жиналған халықтың сай сүйегін сырқыратты.
Содан берде біраз уақыт өтіпті. Жәмила өзінің ойға шомып қалғанын жаңа сезді. Еріп жатқан өзеннен 2 шелек су әкелді. Шәугіміне су құйып, тандыр пештің үстіне қойды. От маздап жанғасын, бөлме іші де жылына бастады. Көктем деген аты болмаса, әлі қыстың ызғары кетіп үлгерген жоқ. Терезенің қыраулары жылу тиісімен ери бастады. Қызы бүгін ертең оянбайтындай пысылдап ұйықтап жатыр. Сабаққа түстен кейін барады. Биыл 5-ші класста. Бет алысы жаман емес. Әйтеуір күнделігіндегі 4-тік пен 5-тіктерді көріп, анасы бұған да балаша қуанады. Жылдағы мал төлдейтін мезгілде ауылдан 1-2 шақырым жерде орналасқан шопандарға барып, сақманшы болып жүруші еді. Мұндағы мақсаты қызы сабаққа үйден қатынап тұратын, биыл қырсыққанда басқарма сол көктеулердің бәрін бұзып алыстатып әкеткен. Енді оның қайнысының үйіне тастап кетуге тура келіп отыр. Жәмила өзінің сақманға жалғыз баратынын көз алдынан елестетіп өтті. Соқадай қара басы. Үйінде өзінен басқа тіршілік жоқ. Жат жер, жат қора. Біреу келіп, қысастық жасап кетсе де дәлелің жоқ. Құлаққа ұрған танадай тыныштық. Қандай қорқынышты. Тірі жүрген адам неге шыдамайды, нені көрмейді деген ой көңілін сергітіп, үрейін сейілтті. Төрдегі қабырғадағы ілулі тұрған ерінің суретіне бір түрлі сағынышпен көз тастады. Тірі жүргеніндегідей Жәмилаға күлімсіреп, ойлана қарайтын секілді. Ендігі бір сәтте аманат сөздерін қайталап айтып отырғанда елестеді. Азалы күндер алыстағанмен көңіл байғұс со күйі. Тағы да босап көзінен жас еріксіз тамып кетті. Отырып осындай күйге душар еткен тағдырға наразылығын білдірді. Сосын шай қайнағанша қолғабын тоқыды. Құдай қаласа ертең көшпекші. Алатын дүниесінің бәрін реттеп буып түйіп қойған. Шопан осыдан 10 шақты шақырым Қостал деген жерге көшіп келіпті. Бұрын мал төлдетіп бұл жерге барып та көрген емес. Жәмиланы алғаш рет іштей тығырыққа тіреген бірақ нәрсе еді. Содан болар, қиялында күдік бар. Баратын Шопан Керденнің шешесі Күнипа туралы неше алуан әңгіме өсектер құлағына шалынған. Шайпау сараң қызғаншақ, ісің алға жылжыса көре алмай, аяғынан шалады, тиісуге себеп салдар іздейді. Одан қалып жатса ұлы Керденге шағыстырып, оны қарсайдап салады. Оған сақманшыға барған адам көз жасы көл боп жылап келеді. Азаматың жоқ, жалғызсың, ондай әйелді тіпті басынып алады. Текке қиналып қайтесің, барарың жоқ. Одан гөрі ферма меңгерушісіне айтып, басқа біреудің отарына бар деп, Күнипаны жақсы білетіндер әлденеше рет Жәмиланың құлағына құйып ескерткен. Бірақ басқа түссе баспақшыл дегендей, не де болса көріп алдым. Тірі оралсам болғаны, адам баласы ғой, шешемдей әйел, жағдайымды ескеріп, түсінетін шығар деп тәуекелге белін байлап, Қостал қайдасың деп наурыз айының ызғарлы желіне де көбегі сөгіліп үлгермеген қалың қарына да қарамай аттанып кеткен. Иә, жападан жалғыз, жығылып жатса басын сүйетін де, аузына бір қасық су тамызатын да, қасына жақын адамы жоқ, жанына демеу болатын, сүйеніші мен қорғаушысы тек күйеуінің портреті ғана. Осынау жансыз бейне ғана көңіліне медеу, мақсатына қолдаушы, қиналғанда жебеуші, жапа шеккенде қорғаушы іспетті. Ғұмырың осыншама неге қысқа болды? Қаншама озбырлар, қаты кездер, баукеспелер тірі жүр ғой бүгінде, жалғанды жалпағынан басып. Ал сен болсаң, бұл жарық дүниенің қызығы мен шыжығынан ада болғалы қашан. Ешкімнің ала жібін аттамаушы едің. Өзім шалқып отырмасаң да, соңғы дәніңді біреуге таратып, біреуге әзір отыратын едің. Шіркін-ай, Құдайға да жақсы керек шығар деп, ішінен әлденеше рет күбірлеп алатынды Жәмила көптен бергі дағдыға айналдырған. Шопан көктеуіне көш күн еңкейе бергенде жеткен. Тауық қорадан сәл ғана үлкен бір бөлмелі ағаштан қиылып салынған лашық Жәмиланың көзіне тым қораш көрінді. Есігі сықырлап әрең жабылады. Терезенің саңлауларынан көктемнің ызғарлы желі гулеп тұр. Іші де оңып тұрған жоқ. Қабырғалары айғыз-айғыз. Едені толған көк қоқыр. Пештің орындағы былтырдан қалған күл қоқыс со күйі бырсып жатыр. Әдетте Шопан отбасы өзінің отарына келетін сақманшылардың үйлерін дайындап тап тұйнақтай етіп сақадай сай етіп қоятын. Мұнда осындай дайындықтың бірі де жоқ. Шопан әйел анда-санда бас сұққан болмаса, білек сыбана кірісіп, Жәмилаға қол ұшын беруге ынта танытпады. Көптен бері құлағына сіңісті болған Күнипаның қарасы көрінбейді. Егер ол мұнда болса, Жәмиланың лашығына бір бас сұғып өтпей кету мүмкін емес еді. Бұл кемпір қайда жүр екен деп ойлады Жәмила.
Керден өрістегі қой соңында. Жәмила бірер сағаттың ішінде кісі түгіл малда мекен етпейтін лашықты адам танымастай етіп өзгертіп жіберді. Ер азаматсыз өткен бірнеше жыл оны біраз нәрсеге үйретіп те тастаған. Үйдің жыртық тесігінде өзі бітеп шегелерін қағып есікті де бір адамдай екемге келтіріп қойды. Бірақ ішінен бекітетін ілгегі жоқ екен. Қасқыр жеп кетпейтін шығар деп әзірше бұған да мойынсынған. Қасқыр демекші бұл жақта ол жыртқышта анда-санда бет көрсетіп қалып отырады екен. Жоғарда анау қос жыраның биік-биік таулармен түйіскен аңғарында дала тағысының бірнеше үйірі мекен ететін, сол жерді бес саусағындай білетін кісілерден талай естіген. Сосын төменгі өзен аңғарындағы тоғайдан да біреулер әлденешелер кездестіріпті. Қойш тайыры, ойыма неше түрі нәрселер оралады екен деп, Жәмила маңдай теріні сырып тастап, шаруасын жалғастыра берді. Құдай даланың тағысынан емес, адамның тағысынан сақтасын. Әуелі күйеуінің суретін терезенің жоғары жағына шағын лашықтың ең көрнекті жеріне іліп қойды. Өзің жоқ болсаң да әруағын қорғап қоршап жатсын. Осы сәтте бір ұлын көтеріп, бір ұлын жетектеп, шопан әйелі бұл не істеп жатыр екен дегендей тағы да бір рет бой көрсетті. Тым сөзшең, пысық болмаса да іш пікірі ішінде жуас байсалды, анау-мынау артық айқай-шуға ойын шалдырмайтын тым маңғаз кісі сияқты. Жәмиладан ары кетсе 7 жас үлкендігі бар, аңғарылып тұр. Үй ішіңді дұрыстап үлгергенсің бе деп, Мәнсия тап-тұйнақтай боп жиналып қалған бөлмені жанарымен аралап өтті. Қой төлдей бастап біздің де қолымыз тимей қалды. Сосы мына екі жүгермек те аяқ қолыма оралып, еш нәрсе істеткізбейді. Сақманшы болу сізге қиынға соғады ғой деп, Жәмила үсті бастары кір қожалақ, екі сәбиге алма кезек көз тастады. Шай да қайнап қалды, дәм татыңыз. Айтпақшы апаңыз көрінбейді ғой. Ол кісі қолы боста үйде отырмайды. Сары қорадағы көршіміздің үйіне қыдырып кеткен. Тең-тегімен тезек қабымен дегендей, өзінің сонда құрдас пәдірішкесі бар. Сонымен анда-санда әңгіме дүкен құрып қайтпаса көңілі көншімейді. Керден өрісте отарды бір минутқа бақылаусыз қалдыруға болмайды. Қазір көктемнің күні суық. Далада туған қозы үсіп өліп қалуы мүмкін. Сол себепті Керденнің шай ішіп кетуге де мұршасы болмайды. Өткенде ферма меңгерушісінен көмекші сұрағанбыз. Жақында жібереміз деген, әлі келген жоқ. Сақманшылар көп емес екен. Туатын саулығымыз 300-ден сәл ғана асады. Үшеумізге жетеді ғой. Қалғандары бойдақ қой. Мына балалармен сіз де қой төлдетесіз бе деп таңданды Жәмила. Ой Жәмила-ай, біз талай жылдан бері от пен суға үйрендік қой. Былтыр мынау емшекте жүргенде де сақманшы болғанбыз. Апаң өзің төлдетесің деп менің орныма басқа адам далдырмады. Биыл да үшеуміз төлдетеміз. Мен, сен, апам. Апаң осал болмады ғой деді Жәмила ішінен. Мәнсия кеткесін тағы да ойға шомыды. Ойланып отырып аз-кем дүниесіне көз жіберді. Оң жақ қабырғада темір төсек. Оның тұсында кезінде анасы жасаған әдемі тұс киіз ілулі тұр. Уақыт өткен сайын бедері көмескі тарта бастағандай. Еденде оюлары айшықты 2-3 сырмақ жатыр. Жылдағы қой төлдетуге баратын үйреншікті заттары. Биыл да өз орындарын тапқан. 1-2 айға дүние мүліктің де қажет шамалы. Көрпе, жастық, ыдыс-аяқ, пеш бар жоғы осылар ғана. Жәмиланың осындайда тастамайтын, үнемі қастерлеп, жанынан шашу шығармайтын, алтыннан бағалы күмістен жоғары 2 заты бар. Олар Құран мен күйеуінің жансыз бейнесі. Бұл бұйымдар ол үшін бұл пәнидегі ең қымбат, ең асыл заттар. Басы ауырып, балтыры сыздаса осыларға жүгініп, тағдырдан араша күтеді. Күйеуі қайтқаннан бері Алланың ақиқат кітабы Құранға жан-тәнмен беріліп, сондағы айтылған қағидаларды оқып үйреніп, әділет жолына бір жолата түскен жайы бар. Іштей өзде осылай ойлайды. Шаруасын әбден тәмамдап болғасын, қалыңдығы жарты қарыс жасыл мұқабалы Құранды алып, керек деген жерлерін парақтай бастады. Мына жолдарға мән бере, жүрегімен сезіне оқы. Иман келтіргендер, біріңнің малыңды бірің нақақ жеп кетпеңдер. Екі жағында риза болысып сауда-саттық жолмен қол жеткізген нәрселеріңнің жөні басқа. Өздеріңді өздерің өлтіруші болмаңдар. Сендер үшін Алланың мейірімі мол. Егер кімде-кім шектен шығып, зұлымдық жасаса, біз оны тозаққа кіргіземіз. Бұл құдіретке оп-оңай. Егер сендер тыйым салынған зор күнәдан сақтансаңдар, кішігірім күнәларыңды есепке алмаймыз. Және сендерді құрметті орынға кіргіземіз. Шіркін, адамдар осы айтылғанның бәрін жүзеге асырып жүрсе, бірде біреуі екіншісінің ала жібін аттамас еді-ау.
әрбір кісі осы талап деңгейінен шығып жатса, бұл жарық дүниеде іштарлықта, қарақшылықта, озбырлықта, арамдықта болмас еді. Бұл жоғары сенімге қашан ие болар екенбіз? Бес саусақ бірдей емес. Сондықтан адамдар да әртүрлі болып жаратылған. Жәмила біраз уақыт қиял құшағында жатып, кірпіктерінің қалай айқасып кеткенін сезбеде қалды. Қанша уақыт өткенін өзі де шамалай алмады. Айқайлап, даурыға сөйлеген әйел даусынан оянды. Терезеге көз салып еді, күн ұясына қонып, төңірек қарабықтана бастаған екен. Батқан күннің қызғылт арайы әлде көзден ғайып болмай, бозғылдана күреңтіп, ақшула бұлттарға қызғылт сәулені шашырата төгіп тұр. Жақын жерден адам бейнесі кездестіре алмады. Назарының бәрін жаңағы дыбысқа тігіп еді. Жіңішке бөренелерден қиып салынған үйге әлгі дауыс ендігі сәтте ап-анық естілгендей болды. Ойбай-ай, жылда-жылда бізге бай өлген жесір қатын жіберетін болды ғой. Басқалары құрып қалғандай. Керденнің тағы да құдай берді. Қатын десе ішкенасын жерге қоятын, оған тыным болмайтын болды енді. Күнипаның даусы екенін Жәмила іштей бағымдады. Сосын ірге жаққа аударылып түсіп, «Иә, сенің керденіңе тоқал болғалы келіп едім. Мен мұнда» деп сыбырлап жатып, қолына Құранды тағы алды. Айтса айтқандай-ақ кемпір екен. Мұндайлардың қасында тұрмақ түгіл, алыстан сөзін естуде жиіркенішті сияқты. Құдай басқа не салды, соны көрерміз. 2 ай деген не тәйірі. Ертең-ақ зу етіп өте шығар деп, ойының соңында өзін жұбатқан болды. Тағы да қолына алған Құранның кейбір жолдарын мұқият оқи бастады. Еркек әйелдерге билік жүргізеді. Неге десең, Алла оларды бір-бірінен артық етіп жаратқан. Және ерлер әйелдер үшін мал-мүліктерін сарп етеді. Жақсы әйел еріне бой ұсынады. Ерлері жоқ кезде бір Алланы пана тұтып, өздерінің абыройын сақтайды. Жәмила қазіргі сәтте жаратқан ие нені тілек етсе соны орындауға әзір еді. Кезінде техникум бітіріп, колхоз кеңсесінде есепші болып істеді. Біраз жыл бұл қызметте жүріп, мамандығын жете меңгерді. Бірақ бағы өрлеп, бақты жана бастағанда тағдыр тәлкегіне ұшырады. Еш-жай деспей, татулықпен ғұмыр кешкен күйеуінен мәңгілікке айырылып, соққы тигенде арландай есеңгіреп қалды. Кейін біреулер азаматы жоғын пайдаланып, жұмыстан да қысқартып жіберді. Бірақ мойымады. Ағайын туыстарының жебеп қолдауының арқасында талай жыл жинаған мал-мүлкі, ол пұлының арқасында аштан өлмей, көштен қалмай, біреуден ілгері, біреуден кейін дегендей тіршілік отын маздатып келеді. Әлденеше рет сөз айтқандарда болмай қойған жоқ. Соның бәріне де мойын бұрмай, күйеуінің аруағын сыйлап, оның орнын ешкімге ауыстырмауға ант еткен. Бірақ табиғат заңына төтеп бере ала ма? Ендігі бір сәтте өрістен оралған бір отар қойдың даусы төңіректі азан-қазан қылды. Керден де келіп, атын сырғалауға лес алды. Қанжығасына байлаған қос кере қапты алып төлханаға беттеді. Шамасы өрісте туған жас қозыларды алып келген болу керек. Міне жұмыс басталды деген осы. Әлі де шаранасы кеуіп үлгермеген жылыпсы қозыларды 2 ай ішінде күтіп баптап аман-есен отарға қосу әрине оңай тірлік емес. Кейде шығын болмай қалмайды. Мұндайда реніште, күйініште жүреді. Сондықтан бар күш-жігеріңді алдағы жұмысқа сарп еткен жөн. Аюдай ақырған кемпірің анау. Басқан ізіңді аңдитын бәлеқор кісі екенін айтқан сөзінен-ақ белгілі боп қалды. Жәмила ендігі сәтте жата беруді дұрыс деп таппай, орнынан тұрып, елтірі шапанын иығына салып төлханаға қарай беттеді. Өзі де керденің өрістен оралуын күтіп жатқан. Бағанағы бір мезетте өзінің жұмыс орнын көріп қайтуға бір оқталған. Бірақ отардың есі болмаған соң кейін көремін деп шешкен. Керден қарсы жолықты. Бір ауылдың кісілері болғасын, бір-бірлерін жақсы таниды. Жәмиланы көрген соң Керден де етене жақын туысын көргендей, екі көзі жайнап, езуіне күлкі ойнап, шырқырай амандасты. Жәмила алдындағы жасы 40-тың ар жақ бер жағындағы қоян көз, бойы ортадан сәл аласа, қара торы, дөңгелек жүзді еркек туралы біраз әңгіме естіген. Ферма меңгерушісі жақын ағайыны болған соң, өзінің отарына күйеу жоқ, жалғызілікті әйелдерді жалғызып аладымыз. Жәмиланың ойы да бұған қарсы жауап беріп тұр еді. Мен де анау-мынау жеңіл жүрісті, нәпсі құмар әйел емеспін. Сенің қақпаныңа түсе қоймаспын. Екеуі төлханаға кірді. Керден сөйлеп жүріп Жәмилаға қозыларын орналастыратын үйшігін көрсетті. Төлхананың іші қабырғалары мен төбесі лас, терезелері де жарықшақтанып сынған, бұлтардан бері әктелмеген. Тура өзі орналасқан лашықтан бір артық жері жоқ. Турашыл мінезіне салып, ойындағысын да бүкпей Керденге айтып салды. Сіздер келгеннен бері ешқандай тіршілік жасамапсыздар ғой.
бәрі де ашық-шашық. Ертеңгі күні қозылар ауруға шалдығып, суық тиіп өле бастаса кім жауап бермек? Тіпті төлхананың іші де жиналмаған, кір-қоқыс. Адам осылай қалай болса солай жүре ме екен? Жинақылық деген қайда деп Жәмила кейі сөйледі. Керден бірден мұндай наразылыққа тап болам деп ойламаған болу керек. Сөзден тосылып барып, екі көзін алақ-жұлақ еткізіп айналасына қарап алды да күмілжіп барып міңгірлей тіл қатты. Ой Жәмилешай, айтып тұрғаның жөн әрине. Бізде сен сияқты пысық қатын жоқ қой. Өзінің кейпін көрген шығарсың. Бірін жетектеп, бірін көтеріп жүрген тұранау жеңгеңнің деп, Керден соңғы сөзінің екпінін көтере сөйледі. Жылда бір ұлдан табады. Қыз керек деп 7 ұлды, бірінің артынан бірін тізді ғой. Сол қыздың әлде төбесі көрінетін түрі жоқ. 5 ұл интернатта, 2 үйде. Бойына тағы да бала бітті деп жар салып жүр. Қойды қалай төлдетерін бір Құдай білсін. Қоймен бірге өзде жыл сайын төлдейді деп, Керден әзіл шын аралас әлде ажары кетіп үлгермеген оймақ ауыз маржан тіс Жәмилаға өзімсіне қарағандай болды. Ең аз дегенде есік терезені бекітіңіз. Мал өзіңіздікі ғой. Ертеңгі күні шығынға ұшырап жатса, өзіңіз жауап бермейсіз бе? Бұлар сөзін аяқтап үлгермей, ішке Күнипа сөйлей кірді. Мыналар әлден ыржалақтаса бастаған ба? Оңбайсың сен Керден. Түбінде қатын деп өлесің деп, сәлем берместен ұлын сөзбен іліп түсті. Шешесінің шайпау мінезін білетін Керден де оған назар аударған жоқ. Ой апа, қойыңызшы, біз жұмыс туралы әңгімелесіп тұрмыз. Жұмыс туралы деп, Күнипа Жәмиланың басынан аяқ өңсіздене бастаған сарғыш жанарлармен шолып өтті. Жұмыс болса неғып тұрсыңдар, іске кірсіңдер. Яғнекті тазалаңдар, үйшіктерді құрыңдар, ағаш жарып ішке кіргізіңдер. Жұмыс деген осы, істеңдер. Ана қатының балаларын сылтауратып, үйден бір адам шыққысы келмейді. Сендер істемегенде сақалды басымен мен істеймін бе? Сені жіберген бе бізге? Әйтеуір жылма-жыл біздің маңдайымызға күйеусіз қатындар жазылатын болыпты. Жәмила ешқашанда бұл ғұмырында бұрын-соңды жете танымайтын біреуден осындай тосын дөрекі сөздерді естимін деп ойлаған жоқ еді. Тіпті мына кемпірдің мінезі жұрт айтқаннан да асып түсетін сыңайлы. Ой апау, жесір болсақ та бір Алланың жазымыз шығар. Оған ешкімде қарсы келмесі анық. Ал мұнда келіп қалған екенбіз, Құдайдан қалап, Тәңірге жалбарынып келген жоқ едік. Басқарма жіберіп, біз келдік. Біз ол үшін кінәлі емес шығармыз деп, Жәмила өзіне тән әдетінше жайбарақат тіл қатты. Кемпірдің көздері жыпылықтап, шарасынан шығып кете жаздады. Жеміне атылатын бүркіттей қомданып, еріндері жыбырлап, айтылатын сөздері бірден аузына түспей, алдындағы әйелге сәл-пәл ойланып барып, зәрлі қарлыққан дауыспен екпінін көтере сөйледі. Құдай дейді, қашаннан бері құдайшыл болып қалдың? Келдің екен мұнда, енді жұмысқа кіріс. Осы қораның жарты жұмысын сен атқарасың. Мен де сені қалап алғам жоқ. Талайлар келіп, талайлар кеткен мұнда. Көп болса соның біреу ғана шығарсың. Мені Құдай деп қорқытпа қарағым. Мені сен түгіл өзің айтып тұрған Құдайың да қорқыта алмайды. Шешесіндей кісіге сондай сөз айтар мекен? Қойш апа, сөзді көбейтпей деген сөзге Керден араласты. Жарайды апа, келістім сізбен. Әркімнің өз ойлаған өзінде, сонысын айтады. Бірақ нақақ жағамнан алмаңыз. Мен мұнда еркек іздеп келгем жоқ. Мұндай сөздерді ендігәрі маған айтпаңыз деп, Жәмила енді бұлай тура беруді жөн көрмей, лашығына қарай беттеді. Ойпырмай-ау, мынау шынында да Құдайдан да аруақтан да қорықпас. Айтып тұрған сөзін қарай көр. Неткен қараңғылық шіркін. Ана Құранның сүрелерін оқытар ма еді бұған? Сонда Алланың кім екенін біліп тәубесіне келер еді деп ойлап, Жәмила Құранды құшақтап, кеңкілдей жылайдай кеп. Бірақ даусын шығармай іштей өксіді. Күйеу өлгеннен бері көз жасының көл болғаны осы еді. Маржандай мөлдір жас тамшылары Құран беттеріне сырғып түсіп, қаз қатар тізілген әріптерді дымқылдап жатыр. Ендігі сәтте осы Құран туралы оны жанынан бір ел тастама деп дем салып тарту еткен шаштай молда ойына оралды. Күйеуі жағынан аталас, туы сол кісі Жәмиланың үлкендерді сыйлап, алдарынан өтпейтінін, кішіпейілі мінезін қадірлеп, үнемі келіннің баласындай сыйлап жүруші еді. Ішінен жаның жанатта болсын. Сіздей кісі енді қайдан тусын деді өксігін баса алмай. Сөзі дуалы, алақаны шипалы, осы адамның бойына біткен ерекше қасиетін ауылдастарды да жете бағалаған жоқ. Ол үшкірген науқас адам бір күннен кейін ештеңе болмағандай дертінен айығып төсегінен тұрып кетуші еді. Осындай бір оқиғаның куәсі де болған кезінде. Алыстан туыстарына жолаушылап келген бір әйелдің 3 айлық баласы аяқ астынан ауырып,
аудан орталығындағы ауруханаға жеткізіледі. Жер жақпаған ба, әлде біреудің көз тиген бе, ол жағы белгісіз. Әйтеуір нәрестенің жағдайы күн өткен сайын ауырлай түседі. Ақыр аяғы амалдар таусылған сондағы дәрігерлер балаңа қатты суық тиген екен. Мұнда жата берудің енді қисыны болмас. Тез туыстарына жетіңдер деп, баланың кісі болмайтынын ашық айтпаса да, емеуіндерінен білдіріп, ауылдарынан бір туысын шақыртып машинасына салып аттандырып жібереді ғой. Алдын ала мал да құрбандыққа шалынады. Сонда жиналып тұрған көп кісінің біреуі аяқ астынан осы баланы шашаң ақсақалға ұшықтассақ қайтеді деп ұсыныс жасайды. Көп кешікпей ақсақал да келіп жетеді. Баланы қарап-қарап алған қария, ой айналайындар-ай, біраз уақытты өткізіп алған екенсіңдер, бірақ әлде кеш емес. Мұндай көз тиген балаға дәрігердің көмегі шамалы. Сондықтан дер кезінде Алла жолында жүрген ары да жаны да тәні де таза адамға ұшықтату керек. Білмегендерің ендігәрі кәперлерінде жүрсін деп, жиналған жұртқа бір көз тастап алып, балаға шүкіріп, өзінше ем-дом жасайды. Айтса айтқандай, науқас нәресте осыдан бір күннен соң көзін ашып, бір аптадан кейін құлан таза айығып кеткен. Бұған куә болған жұрт Шашанның осында игі қасиетіне таң қалған. Жәмила осы оқиға туралы ойлап, аузы дуалы, қолы шипалы қарияның зират етіп берген Құранның мұхабасын алақанмен тағы да бір сипап сол кісінің аруағына ризашылығын білдірді. Сынаптай сырғып уақыт өтіп жатыр. Наурыздың соңғы күннің бірінде жапалақтап қар жауды. Айналаны ақ сіреу басып, маңайды қысқы күндегідей ұлпа қар есеңгіреп ақтастады. Айнала қоршаған тау жотаның бәрі ақ көрпеге оранып, бір сәт бойығып қалған. Көктемнің соңғы қар еді. Мұны жергілікті халық құстың жай немесе ақбөкен лайықтайтын шақ дейді. Қар кеткесін жер жарықтық бусанып, талай жорықтан аман-есен оралған батырдай, кеудесін кере дем алып, бойындағы тіршілік атаулының бәріне жаңа ғұмыр сыйлайтындай көңілді күйге ауысқан. Табиғат осылай тамжылып тұрса да, Күнипаның қабағы ашылып, жаны жадырамады. Бойына біткен сараңдығы мен қанмен бірге денесіне тараған қаталдығы әйел затынан шыққан тіршілік иесі болса да, Жәмилаға кесірін тигізбей қойған жоқ. Bir жағынан керден де қырындап мазасын ала бастаған. Осыны көріп біліп жүрсе де, Мәнсияда үн жоқ. Ештеңені елемегенсіп, түк сезбегенсіп, өзімен өзі ештеңеде назар аудармағансып жүріп жатыр. Талай жыл бірге тұрып жатқан соң екеуінің де еті өліп кеткен сыңайлы. Сүйретілген екі ұлын өзінен бір елі қалмаса да, жұмысынан қалмай төлдерін күтіп баптап үлгеріп-ақ жүр. Bir рет қарсы келген адамның қыр соңына түсіп алатын кемпірдің әдеті сияқты. Отбасының билігінің бәрі Күнипаның қолында екеніне Жәмиланың көзі әлдеқашан жеткен. Құдайдың құтты күні оған бір сөз айтып наразылығын білдірмесе, кемпірдің өңешінен ас өтпейтін тәрізді. Жәмиланың оның да мінезіне ет үйрене бастады. Таяқ еттен сөз сүйектен өтеді дегендей, шайпау сөздері жігерін құм қылса да, іштей тынып жүре берді. Төлдерін күтіп баптап шығынсыз алып келеді. Алғашында шала туған бір-екі қозыдан басқа шетнеген төл аз болды. Әрине мал болғасын шығынсыз болмайтын тағы да ақиқат. Сол шала жансар туған қозылар ішінде қаншама бұлапты сөздерді естіді десеңізші. Сен салақсың, малға қарамайсың, қозыларды әдейі өлтіріп жатырсың деп, аузын көпіршіп келіп бірнеше рет байбалам салып кеткен. Бірен-саран шығынға да осыншама кеңірдегін жыртады. Бұдан көбірек болса, онда мені түтіп жейтін шығар мына кемпір. Бұдан жылма-жыл итқорлық тартқандардың талай жандары шығып кетпей аман қалған. Адамды тірідей көрге тығатын нағыз жын-пері ғой мынау деп, іштей кейіп, төлдерінің аман-есен өсіп шығуын мойнына бұршақ сап тілейтін. Түн. Бүгін Жәмиланың күзеттен қолы босап, арқасы бір сәт кеңіп, ертерек жатып тынығып алуына мүмкіндік туған. Арша салған құмандағы сумен дәретін алып, соғымнан қалған тілдей қазы мен сүрленген бір жілік етін асып жеп, іштей дұғасын оқыған соң, оңдық шамды сөндіріп жатып қалған. Күні бойы қозыларының астын тазалап, жаңадан құрғақ көң төсеп, торларына шөп салып, бірнеше рет еңістегі өзеннен мойнағашпен су тасып, өзінің кір қоңын жууды да ұмытқан жоқ. Жәмиланың басы жастыққа тиісімен ақ кірпігі айқасып демде ұйқы құшағына енген. Өңінде ме әлде түсінде ме, ол жағы беймәлім. Жақын жерден қасқыр ұлғансыды. Бір уақытта есік сықырлап ашылып, үйге біреу кіргендей болды. Ол да түс секілді елес болып көрінді. Иә, түс пен өңнің арасы да бір-біріне жақындап, жымдасып түйісіп кеткен сияқтанды. Осы сәтте көзін ашты. Бірақ ашсаң да, жұмсаң да, бәрібір лашық іші тас қараңғы. Көзіне жақындаған сықырлақ дыбысты құлағы шалды. Қасқыр, жүрегі үрейден тас төбесіне шықты.
Бірден есігіне ілгек салып алмағанына өкінді. Тас қараңғы үйдің ішінде аздап болса да еңкеңдеген адам мүсіні білінді. Жастығының астындағы қалың құранды қалай ұстап алып шыққанын өзі де сезбей қалды. Екі қолмен жымдастыра ұстап алып ұрса, бұл өзінше әжептәуір қару. Ендігі бір сәтте анау да сыбырлай үн қатқандай болды. Жәмилаш, мен ғой, керденмін. Қорықпаш айналайын. Мен сені жақсы көріп келдім деп еңкеңдеп алға қарай жылжып келеді. Ол жақындаған сайын арақ иісі де мүңкіп кетті. Қасқыр емес екен ғой, адамның қасқыры. Таяғанын күтейін деп керден төсектің аяғына ілінген сәтте тоқпақтай аяғымен екі көздің тура ортасын мөлшерлей бар күшімен теуіп кеп қалды. Сендейлерге құранды қор қылып қайтемін деп оны жастығының астына қайтадан тыға салды. Кет құры бар, басынатын адам тапқан екенсің. Күйеуімнен садаға кет, тірі өлексе. Осыншама қорлағанына терісіне симай кетті. Керден күтпеген соққыдан шалқалай құлап басын ортада орналасқан дөңгелек темір пештің бүйіріне соқты. Жесір қатыннан таяқ жегеніне жерге кіргендей боп лезде есін жинап, айқай шу белең алмай тұрғанда зытып жөнелді. Мына қатын байсыз-ақ семірген екен. Көрсетемін саған деп кетерінде бір рет мүңкірлеп алды. Бай керек болса сенен дәметкен кезім болды ма? Ендігі армаған көзіңді сүзбейтін боларсың. Ойна сіздесем сенсіз-ақ басқа біреуді әлдеқашан тауып алатын едім ғой. Керек емес маған ешкімнің деп керден кеткен соң есіктің тұтқасынан қайыс жіп өткізіп, оның тұсындағы қабырғадағы шегеге тартып байлап қойды. Тауыпсың оңай олжаны. Жесір әйелдерге қырындап әдет қып алған екенсің. Ал енді көр, қатындардың бәрінің бірдей емес екен деп сыбырлай сөйлеп, орнына қайтадан келіп жатты. Бүгін күзет кезегі мәнсияңкі болатын. Оның орнына көбінесе керден жүреді. Түнгі күзетте әйелі балаларынан шыға алмайды. Мынасы сол күзетте жүріп, адасып кеткен түрі. Қатты ұйықтапты. Таңертең күн шығар шықпастан біреудің тағы да есікті ұрғанынан шошып оянды. Ойбай, мына қатын оянбай неғып жатыр, қойға қасқыр түсті. Аттан айтып едім ғой. Жақсы қонақ келсе қой егіз табады, жаман қонақ келсе қойға қасқыр шабады деп құлағына сіңісті болған Күнипаның даусы. Иә, түндегі керденнің жорғанынан кейін қораға қасқыр түсіп, 6-7 қойды тамақтап кетіпті. Әншейінде шабалана үріп, адамды бір қадам алға бастырмайтын сабалақ жүнді желбуаз иттері ауыздарын біреу байлап тастағандай неге екен белгісіз үнсіз қалған. Кім біледі, отардың қандай күйде болатын. Егер көмекші шопан дүркіреп шошынған қойлардың дыбысынан оянып, далаға шықпағанда ер адамды көздері шалған жыртқыштар да жан-жаққа жосыла қашқан. Соның өзінде 5-6 қойды жаралап үлгерген. Қой қозы күзетіп жүрген керденнің өзін осыдан кейін көмекшісі әзер оятып алған. Түндегі қатты соққыдан кейін есін әзер жиған көрінеді. Сосын Күнипа тұрған. Енді міне қасқырларды құдды Жәмила ертіп келгендей есік алдында аюдай ақырып тұр. Тіпті басылатын түрі көрінбейді. Есікті шағып кіретіндей тоқпақтатып әкетіп барады. Неткен сұмдық мынау. Менің бұған қандай қатысым бар еді деп Жәмила тәтті ұйқысын қия алмай орнынан зорға көтерілді. Қайыс жіп оңайлықпен шешіле қойсайшы. Есікті бекітіп ап соншама мынаған не болған? Сол қасқырлар саған түспеген екен. Күнипаның сөзі денесіне жебе сұққандай өңменінен өтіп әкетіп барады. Бұл ғұмырында ешкімді тілдеп қарғап көрмеген бас ішінен ой қақпасай, сендер сияқтыларға да жер басып жүреді екен-ау. Құдай ұзақшыл бір күні траптай асырар. Жазықсыз адамның киесі де ауыр болады. Жазаңды менен емес, Алладан ақ тартасың деп ішінен күбірлеп есікті аштау әйтеуір. Апа, не болды соншама айқайлап таң атпастан деді. Ештеңеге түсінбеген Жәмила. Не біліп жатырсың? Қойға қасқыр шапты. Мен қайдан білейін, бүгін менің күзетім емес қой. Болса ше, сонда дем алғалы келдің бе мұнда? Жәмила да аяқ астынан ызаға булықты. Түнде керденің келіп басынған аз болғандай, енді шешесінің себепсіз айқайлап тұрғаны мынау. Керде мас боп, ягнектің ішінде ұйықтап жатыр. Арақты тығып ішіп қып-қызыл мас. Бір жерге құлап қалған ба? Самайы көздері көгеріп қалған. Арақты сен берген жоқсың ба? О тоба, оған арақ беріп сыйлайтындай мен кім едім соншама деп Жәмила Күнипаның қушиған арық кейпіне жирене көз тастады. Саусақпен түртіп жіберсең-ақ, траптай асып құлап қалатындай-ақ тым арық екен. Көз тоқтатып зер сала қараған осы еді. Сөзді одан әлі ушықтырмайын деп сабыр сақтай сөйледі. Апа, тиіспеңізші маған. Мен өз күйеуімді қара жерге тапсырған қам көміл жанмын. Шыдасаңыз аз уақыт қалды ғой. Менен де құтыларсыз. Қасқыр шапса оған мен кінәлі емеспін ғой. Олыңыз керденге барып айтпайсыз ба деп есікті лып еткізіп қайра жауып алды да төрде ілулі тұрған күйеуінің суретіне бір сәт тағы қарап қалды.
Дұрыс дедің Жәмила. Менің аруағымды ардақтап, жүрегіне мың да бір рахмет деп айтып отырғандай елестеп кетті көзіне. Мамыр айы туды. Ит қорлықпен өткен 2 айға таяу уақытта зыр етіп өте шықты. Асырап сақтап өсірген 100-ге тарта қозысын ферма меңгерушісі келіп өзі қабылдап алды. Мәнсиядан да, Күнипадан да бір шама шығын болған екен. Ферма меңгерушісі 50-ге таяған жігіт ағасы Жәмиланың жауапкершілігімен, еңбекқорлығына төзімділігімен, мінезінің биязылығына таңданғанын жасырған жоқ. Бұлардың сырларын ежелден білетін тәрізді. Айналайын, қалай ғана шыдап, төлілерді қалай аман-есен алып шыққаныңа шынымен таңданып отырмын. Бұл кісілерге адам түгіл темірде шыдамайды. Әсіресе анау кемпір дегенің мұхым елде жоқ адам. Шынымды айтсам, бұл отарға бірде-бір әйелді үгіттей алмадым. Бәрі де колхоздан шығарып жіберсең де, керденің отарына бармаймыз деп қасарысып отырып алды. Сен бұлардың сырын білмедің-ау деймін деп, меңгеруші Жәмилаға аяй қарады. Естіген бір басқа, өз көзіңмен көрген бір басқа ғой. Көрдік, шыдадық. Артық ауыз сөзге барып қарсы келмедік. Басқа түссе баспақшыл деген бәріне де көндік. Енді бұларды көруімнің алды мен арты осы болсын ағай деп, Жәмила да ойындағысын айтып салды. Саған еңбегіне біраз сияқы жазғызам. Ертең көлік жіберем, көшесің. Жәмила бұл ғұмырында осыншама қуанбас. Лашығына келіп, 7 шелпегін пісіріп, жаман жақсы болса да көршілерін шайға шақырды. Бір ұлын көтеріп, бір ұлын жетектеп Мәнсия келді. Бұл жердегі соңғы күні Жәмила көңілді өткізуге барын салды. Өзіңді таспен ұрғанда аспен ұр дегендей, Күнипаны да дастарханға шақырған. Келінен әуелі енесінің неліктен кешігіп жатқанын сұрады. Апам сары қораға кетті. Біздің қызыл тасқа Құнажым 1 жыл бойы шөппен жемді тегінен жеп жатыр. Қасқыр жегір деп көрші шопанның бұқасын айдап келуге кетті. Көршісіне Құдайы тамағын беріп, дүние мүліктерін асықпай буып түйіп, кір қоңын жуып болған соң, таза ауада дем алуға солтүстік жақтағы жотаның үстіне шықты. Көз алдындағы тоғай, жасыл желек, жамылған шабындықтар, бұта қараған шағын көлдер алақандағыдай ап-анық көрініп жатты. Сәлден кейін еңіске көз жібербеді. Көршінің қара бұқасы керденің қызыл қасқа сиырын үйездеп қуып, жанын суырып алардай боп жүр екен. Күнипаның арманы орындалатын болды ғой деді ішінен. Қыз қақыған аяз бет қаратпайды. Ақпан басталса да қыз қаһарының қайтатын түрі көрінбейді. Қайта қаңтардағыдан бетер қатуланып, өн бойыңды ызғарға толтырып әкетіп барады. Аңызақ желде аязбен жағаласып, бет жүзді оңдырмай қарып тұр. Аспанды қорғасын бұлт торлап, алған жақын арада күн көзін көрсететін түрі жоқ. Бірақ жер үстіне аяқ шалып, жүргізбейтін омбы қар көрінбейді. Ауыл ортасы болған соң, машина адамдар жүріп, жермен жексеніп тастаған. Адымың жеңіл, жүрісің ширақ. Бұған да тәубе. Жәмила аудан орталығындағы күнделікті бір шаруасын бітіріп, ауылға жол тартқан біреуге ілесіп, кетпекке жол шетіндегі аялдамаға қарай келе жатты. Жолшыбай аудандық ауруханада медбике болып істейтін көрші қызға соға кетуді ұйғарып, солай қарай бұрылды. Жақындай бере есік алдында тұрған бір топ кісілердің арасынан Мәнсияның жүзін бірден аңғарды. Аяғы ауыр екен. Қоңыр пальтосының түймелерін үзіп шығатындай іші тырсиып тұр. Босанғалы келген шығар деп түйді ішінен Жәмила. Жақындай бере Мәнсия да мұны байқап қалып, шаршы топтың ішінен сытылып шыға берді. Екеуі ескі таныстардай жыламандасты. Бірақ Мәнсияның өңі сынық, жүзінде шаршағандық бар, даусы да солғын, қабағын да кірбің шалған. Жәмила сұрақ қоюды ыңғайсыз санап, Мәнсияның өзін сөйлеуін күткен. Ой Жәмила-шай, былтыр ренжіп кеткеніңді ішім сезіп еді. Қайтейін, кемпіріміз сондай болса, енді сол кемпіріміз әл үстінде жатыр. Тағдырдың басса салғаны шығар. Не болып қалды, кемпірлерің тың еді ғой. Өлім мен өмір арасы бірақ қадам екен ғой өзі. Апамды сиыр сөзіп, енді міне ертеңін күтіп жатыр. Дәрігерлер жағдай тым нашар дейді деп, Мәнсия көзіне жас алды. Қуып оқ түбіне жетті. Сол өзің білетін қызыл қасқа Құнажын қашып жақында туған. Шөпті өзім мол қылып салатынмын. Бірде апам мұнымды көріп қойып, маған дүрсе қоя берсін. Салған шөп жартысынан құшақтап алып жатқанда өзі қызғаншақ Құнажын екпінде келіп сүзіп апамды мұлжалап тастапты. Міне енді ауруханаға алып келдік. Бірнеше қабырғасы сынған, өкпе жүрегіне қатты зақым келген дейді деп, Мәнсия өксігін баса алмай жылап жіберді. Қой Мәнсия, жаман ырымды бастама, мүмкін жазылып та кетер. Жәмиланың көз алдына қажыр қайратының бәрі сайраған, қызыл тілді адамға деген жанашырлық сезімі жоқ. Шүйкедей қара кемпір тартыла қалды. Тек елес боп қалған сияқтанды. О бишара кемпір-ай, дүниені тарылтпай адам сияқты жүрсең,
аяқ астынан мехнат тартпас едің ғой, кім білсін, адамға жасаған қиянатың бұрышығы өзіңе тигетін бағамдамадың деп, бір жағынан кемпірді аяса, екіншіден сол бір қиналған кездерін есіне алды. Ендігі сәтте көз алдына былтыр көктемдегі қара бұқа елестеді. Сол жануарды қызыл қасқа сиырдан пайда көрем деп өзі айдап келіп еді ғой. Бәрі де Құдайдың ісі. Маңдайға не жазса соны көресің. Аяз бет қаратпайды. Жәмила жол бойындағы аялдамаға жетуге асықты. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Дәлелбек Батыр.